Өте дәмді, оңай әрі тез дайындалатын морской каприз салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге формасын жасауға майонездің каталогы қажет болады. Дәл видеодағыдай қойып жасаймыз. Және де колбасаның орнына негізінде тауықтың еті қойылуы керек. Ол болмағаннан кейін мен колбаса сала қойдым. Енді әрбір қабатына майонез бен тұзды жағып отыруды, салып отыруды ұмытпаймыз. Және қыздар қаттылап басамыз қасықпен, себебі соңынан мына формасын алғанда шашылып қалмайтындай болуы керек. Міне барлығын осылай тығыздап басамыз. Сиырды салып жатырмыз жаңа. Енді қайтадан жаңағы колбасаны, жұмыртқаны, сиырды салып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда неше түрлі мастер-класстар бар, оларды үйреніп сіздер табыс тапсаңыздар да болады. Сондықтан міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді бетіне соңғы қабаты сиырды себеміз, бірақ бұны баспаймыз. Бұл воздушный болып тұру керек, дәл видеодағыдай. Міне, енді бұны жаймен аламыз. Дайын болды, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бірақ бұл тек менің оқырмандарыма ғана ашылады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төменге түссеңіз, сізге мастер-класс тегін ашылады. Тіркелуді ұмытпаңыз.